қайда, мен сені құшқан бұл күн қайда, оның да ертең күні тумай ма? Естісіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Іңкәр сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есімін тоқып өлердей болам. Күн мені тағы ойға батырды, шығардым жалғыз ойланатынды. Құдайда шебер ұмытпасын деп, аспанға жазып қойған атыңды. Жақсы көрем деп шиялдайсың ба? Жандәнім менен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірді ғой, өз жүрегімнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп шиялдайсың ба? Жандәнім менен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірді ғой, өз жүрегімнен ұялмайсың ба? Шексіз баршаңызға. Арнайы вальс биінің чемпионы деген номинация сізге беріп отырмыз. Кіммен биледіңіз? Кіммен биледі? Мен Тұрсүйгінге сұрап жатырмын, қызғанбай ма, қызғанамай деп. Ол бүйтіп айтады. Елес емен еділді шатыстырып картадан, ең алғашқы махаббат басталады партадан. Партадағы махаббаттарға болсаңыздар. Ана көре алмайды да табыла көре алмайды дегендей оқымады сізге. Сырымда, шынымды айтам деп сырын айтып қойыпты дегендей оқымасын етер. Бұл енді әзілмен ғой отырған. Ешкімде көңілдегі емесін. Мектеп кезіндегі өз ең бір әдемі сырлас құрдастардың ортасындағы әзілдер жүреді. Сол енді сіздермен бірге болған екен біз әзілдеп жатқан жағдайымыз. Қазіргі таңда әрқайсыңыз бір жанұяның иесі, дұрыс па? Мен енді Зүбайра ханды өте жақсы білемін. Мен өзіне Оразгелді күйеу болған екен, Оразгелді қыздарды жақсы көремін. Ол Зүбайра ханым қазіргі таңда өзі жері жаннат, су шпа, табиғаты көркем. Түлкібаста ғой сіздің ауылыңыз? Иә, мінекей, сонда керемет. Жерде өмір сүріп жатқан достарыңыз. Зүбайра ханым енді сізден бір әдемі бір көзге көрдім. Билетін сол себепті сый-сияпат беріп жатырмыз. Ал енді жақсы сөз жарым ырысты бағалаған дұрыс дейді. Ал енді достар ортасындағы тағы да бір ақ тілектермен жалға болайық. Бәріміз енді жүректеріңіздің төріндегі бір сағынышпен айтылатын тілектеріңіз. Ал енді сол сағыныш тілектеріңіз енді көрінбеген іздесетін 50 деген жарты ғасырлық өмір ғой. Енді бүгін 50 жылдық кездесу өздеріңіздің енді құрметті. Ал енді ортада болсын деп ақтілек алаңын тағда санау Астанадан аттелеп келіп атқан, Алматыдан келіп атқан енді қонақтарымыз бар, соның ішінде біздің қылықты қыздарымыз бар. Ал енді осылай деп атағанымыз дұрыс болар. Жалындар сыныптас достар, Сүттібаев Қалдыбай мырза, Ләззат ханыммен бірге бір қол соғып қойыңыздар. Алысы жақындап келіп атқан достарымыз. Және де Құрманбаев, Сәрсенбай достарымыз Шыбаймен бірге. Серікбай кешіресі, Серікбай. Шыбаймен бірге, сәке көтерілу беріңіз, Астанадан келіп жатыр.
және мінекей өздеріңіздің бәрі достарымыз ғой Қалеке. Бұл жерде бөліп жарады ештеңе жоқ. Біз енді осылай ақылдастық ауылдағы сыныптастар себеп қылмаңыздар енді мынау. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы ағамыз тұрып сәлем беріпті деген сөз бар ғой. Сол себепті мына алыстан келген қонақтар деп біз арнайлап Ақтілек алаңына шақырып жатырмыз. Ал енді мінекей бүгінгі отырған орындарыңыз, бүгінгі айтылатын тілектеріңіз, лүпілдеп тұрған жүректер, спешер көйлектер киіп, қызыл галстук тағып, 1976 жылы сіздер қарлығаш болып Жамбыл мектебінен шықтыңыздар. Ал енді соңында сағыныш 50 жылдық. Мінекей ауыз оңай, бірақ 50 жыл деген ердің жасы, дұрыс па? Жарты ғасыр дегенде мінекей бір-бірлеріңізге деген құрметті сезімді білдіріп, тілек айтайын деп жатсыздар. Бағанағы бойынша енді ол айтылып беретін тілек денсау болсын, аманшылық болсын, немере көтеріп, шөберен алақанда майшылар деген ол кәдімгі айтып жүрген сөздер ғой, бірақ мектептегі болған бір қызықша сәттеріңізді еске түсіргендер. Кімнен бастаймыз? Қабылдай. Мынау Астанадан келген бізден де ұзақ келіп біз Алматыдан келдік. Астанадан келген серікті сөйлетейік. Мен жолымды берейін ол серікке. Рахмет Қалеке. Рахмет қолым қойын. Мынау бүгін қарасақ өзі керемет күн болған. Мынау айтып отыр ғой мынау. Қолмайымызды 50 жыл өтіп жетті ғой жақымен алпыз. Баяғы жас сол мектептен бітіріп, бәріміз жан-жаққа айтпақшы ұшып кеттік. Әр жаққа оның үстіне мынау кейін кездері мынау неде ауысымдарды сырып кетті, мынау кетті дегенде жан-жаққа бәріміз кеттік. Енді сол жан-жақтан бәріміз келіп отырмыз. Арадан 50 жыл мектепті бітіріп, сол кластастар. Енді мынау осы отырған кластастарым келіп, осындай дәрежені өткізіп жатырмыз. Мына ұйымдастырып, неғып жатқан біз болса алыстамыз. Мүшелер мына жігіттерге, басталмасы Жәнәділге, Жұбайға, осыларға мың алғыс 100 жасасын. Осындай үймені ұйымдастырудың өзі де оңай емес енді. Жан-жақтың бәрі шақырып, бір-бірін хабарластырып, осындай дәрежелі дастархан жайып өтеді. Бұл жігіттерге рахмет сіздерге. Барлықтар кейін сол болсын, өміріңізде ұзақ болсын. Аман-есен 60 жылдыққа жете берейік. Қалеке, қалай менің айтып отқаным? Барлықтар кейін сол болсын, жаңа айтып бердім ғой енді емені шөбере ол өз алдына Құда қаласа, ол да өз өне берейік. Жасымыз жасына кете берсін Құда қаласа, 60 жылда өшірді ойнап жүре берейік 60 жасқа да, 60 жылдығымызда да. Аман болайық бәріміз Құда қаласа, Құдайдан тілейміз. Сол үшін әлі мұны Қалекеңе беремін мен. Шо бітірмем. Астана сөйлесін бірінші. Астана рахмет. Мына сіздермен танысып отырғанымыз өте қуаныштымыз. Бірін көрдік, бірін көрмедік. 40 жылдықта. Барлықтарыңызға қуаныштымын танысқаныма. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Бала-шағамыздың арқасында өстік қой, ойнап күліп, көпшілікпен қосылып, той тойлап жүргеніміз. Бала-шағамыз аман болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, ауырмаңыздар, Құда қаласа 60 жылдықты да осы өткізуді Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде той болсын, аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Жүре берейік ойнап күліп. Апай, Абдрахман апай, әрімізге ол кісі жерлер болып келеді, Құдағи болып келеді. Дені сау болсын апайымыздың. Әрқашан ойнап күліп, бала-шағаларымыздың алдында жүре беріңіз ойнап күліп. Құда қаласа, осы шәкірттеріміздің арқасында жылда келіп тұруды Алла нәсіп етсін. Жақсы.
Ne жаңа апайды есін шығарыппын, Абдрахман апайды. Абдрахман апай, өзі Абдрахман апай ерекше негізі. Абдрахман апай. Біз кішкентаймыз ол кезде. Келіп, Абдрахман апай біз класс осы деп көрген кезде, мен өзім Құдай мына дастархан тұрып, апайымды бір 2 минут көзімді алдына қарап отырдым апайыма. Неге десең апай дейсің апай да сұлу өтті сұлулығы бір бөлек, өзі бір киімі өзі жараса, мұғалімдің несі мен таң қалдырған апайым. Осы апайыма қарап мен де өзімді түзеуген алдында көріп отырмын апайды. Апайымды көріп жүрген тұрсын, киінісін көріп, өзімді бұныңше апай ұқсатайын дедім да, не болса айтыр. Жаңа әйел жағынан емес, еркек жағынан айтыр. Киініп, таза жүруге, таза нағуға апайым ұқсап. Таза тәбетті болуға. Апайың Россия көрген ғой? Апай енді апайдың аты апай екен дегенді сол өзімнің ойым енді. Сол мына осындай жасқа келіп мына арамызда отыр апайым. Апайымға мен дені саулық тілеймін. Осындай тамаша жүрісінен айырмасын Құда қаласа, сын сымбатынан жүріс тұрысынан Құда қаласа осы абырсыздықты кездесе берейік. Апай рахмет сізге, тәрбие бергеніңізге. Мен біраз сөйлеп қаламын. Аяқтарым салдырма. Енді бұлай ғой, құрметті достар, жігіттер, қыздар, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан бітіп, міне жарты ғасыр өмір өтіп тұр, үшін мектеп бітіргенімізге. Азағында 17 жыл, соның 67 жыл болыпты. Енді мына жерде уақыт бүгін шектеусіз отырамыз, қай уақытқа дейін болса да. Сол үшін мынау әр адам өзінің көңілдегісін айтсын. Дұрыс па? Тілегін айтсын, көңілдегісін айтсын. Осы жердегі мынау ішіндегі шерін шығарсын, жаңа көргені бар, көрмегені бар дегендей. Енді мен бір 2 куплет бір өлеңнен бастайын деп отырмын. Кездесу бола бермес күнде, қадірлі досты бірге жүргеніңде. Dost öter, hizmet öter, baylık öter, ne yeter oynap gülüp yürümek. Dost öter, baylık öter, hizmet öter, ne yeter oynap gülüp yürümek. Kötüverme kökreğinde yoldasın ay, tiyede tayak dolur ay, olmasın ay. Kelmegen dostlarınday, külke kalma, kim kefil senin sonday olmasına. Kelmegen dostlarınday, külke kalma, kim kefil senin sonday olmasına. Deyip, осы 2 куплет өлеңнің ішінде ең жақсы сөздер бар да, міне, дост өтер, қызмет өтер, байлық өтер дейді. Міне біз 67-ге келдік, пенсияға шықтық. Міне не бір басымыздан не бір жұмыстар, қызметтер бәрі өтті. Бұл осы отырыс, осы бірге оқыған жігіттер, қыздардың ішінде бұйырмағандар да бар, келе алмай қалғандар да бар. Соған мен енді келмеген достарымызды көрген olma, тағы 10 жылдан кейін сені басына кеп қалмасын деген мағынамен мен 2 сөздің жолын бұрып, өзімше айтып жатқан жерімді. Ал енді жаңағыда Серікбайдың айтып жатыр. Міне бұл организаторский жұмыс деген жұмыс өте бір ответственный жауапты жұмыс. Міне осы жұмысты осы Шымқалада болғаннан кейін, мына Шымқаланың қасында жаңағыменен Зәуре екеуі осы ұйымдастырды. Жүгірді, шапқылады. Біз тек жаңағыдегі беретін зулайда тек беретін ақшамыз беретін болмаса, біз тек мынау жаңағыдай дайындасып келіп отырмыз. Осы кісілерге ең бірінші үлкен алғыс. Одан кейін бұл отырыстың тағы бір ерекшелігі, мына Бейсен Тәңірбергенов приехал из России, из Пскова. Бейсен Тәңірбергенов, я вам говорю. Особенно это отмечаем вот это вечер, что вы оттуда приехали
Елена Месси, супруги. Ондай бұл жағына өткім келіп отыр мына жерде. Маған енді рұқсат бересіз. Мына жерде енді бір Еленамыз отыр. Когда она здесь плакала, да, у меня вспомнится один песня. Не плачь, Апайка, пройдут дожди, солдат, учебники вернется, вы только жди. Вот эта песня мне вспоминается, да, когда она плакала. Не надо плакать, просто она плачет от радости. Здесь человек сидит, Дурмахан, он Туркестанский область, Шардаринский района, почетный гражданин Шардаринского района. Он редактор газеты «Шарайна», свой собственный, частный свой, Дурмахан. Ее супруга Тузнай, наша племянница, нам, племянница она. Молодец. Вот так будет пройти. Вот еще один заслуженный человек, почетный гражданин Туркестанский область, Женсайский район, Махтаранский, 2 района. В запасе подполковник. В органе работал после пенсии, где-то 15 лет шел директором работал. До пенсии. Вот так вот, мен выпустил. Он говорит, Бесен говорит, я вот эту силу приехали, чтобы обрезать, мусульманам делать. Потом у меня тоже время не было, я тогда часто, я тоже коммерсант России, ездил, я груз возил, Россию уехал. Потом я у Шкембаева прошу, что он сделал, сын обрезание делал или нет? Он говорит, не делал. Там делаем, он ушел, говорит. Он мусульман был или не был? Вам спасибо. Вы приехали сюда, с нами познакомились, нашим казахстанцам, одноклассникам, да. Вы тоже, оказывается, школ-директор, вы тоже большой человек. Ладно, школа, сколько там ученики воспитываете? Молодец. Валихан его зовут. Елена. Его зовут Валихан. Шохан Валихан, знаете, да? Шохан Валихан, знаете? Омске губернии гимназии учился, он говорит, омский губернатор говорит, это директор гимназии, это история. Мне такой один хороший человек, грамотный один ученик надо мне, адъютантом. Он говорит, есть такой человек. 500 там русский учился, один Шохан Валихан был, он Шохан Валихан туда послал. На губернатора, адъютантом. Шохан Валихан. 28 лет он умер, рано умер. Вот он тоже Шохан Валихан наш, братан. Вот она моя сноха, одноклассница. Вместе учились. Вот его жена. Это Вышербай. Вышербай двойной мой одноклассник Вышербай. Его жена одноклассница, сегодня она не могла приехать. Он сам тоже одноклассник. Вышербай его зовут. Здесь живет он рядом. Бесен Тагырбергенович, он сегодня только нашел свой родственничество, вот, Тазагуль. Она сол жүріп отыр, түсінсін. Елена үшін. Көбі бәрі қазақтың бәрі түсінеді. Тазагуль одноклассница. Мен орысшалап сөйлеймін. Қазақшалап сөйлеймін. Жаңағы бастаған топ сіздерге рахмет. Мына ортамызда Абдрахман апай, мына бүгінгі шәкірттеріміздің 50 жылдық тойы құтты бола берсін. Екінің бірі Қыдыр, үштің бірі Уәлі дейді, Құда қаласа осы жақсы тілектің бар, періштенің құлағына шалынсын. Барлығымыз деніміз сау, ойлап күліп денсаулығымызды жүре берейік. Абдрахман апайға призм бар. Мынандай әдемі кездесуді, мынандай әдемі дастарханның басында отырудың өзі бір тамаша. Бұл тарихта есте қалатын сәт деп білемін. Міне, құрметті класстастарым, жігіттер, қыздар,
Міне қалғанымыз төрт көзіміз түгел болып бас қосып отырғанымызға өте қатты қуанып тұрмын. Жаңа ұйымдастырушылар рахмет деп жатыр ғой. Зубайра қызымызға өз атынан рахмет айтқым келеді. Сен де бір келсейші, сен өзің ойыңды қоссайшы, сондай болайын деп жатыр деген кезде мен сонау Алматыдан келдім. Мен айтпады ешкім. Мен енді келгенімді міндет қылмаймын. Өзімнің бір пікірімді қостым, ойымды қостым. Жанәділге де рахмет. Жанәділдің үйіндегі сұлу келіншегіне де рахмет. Осы дастарханның басында, басқасында жүрген қыздардың бірі. Адамның денсаулығы болса, адамның көңіл күйі жақсы болса, осындай дастарханның басына той томалаққа қатысады екен. Құдайға шүкір деп айтамын. Міне барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз жақсы екен. Міне келіп отырсыздар. Бұл 50 жылдық, біреуге бұйырады, біреуге бұйырмайды. Осы жердегі отырған келіншектері қапа болмасын. Дүниеден өтіп кеткен сыныптастарымыздың аруағы риза болсын, бағына Құран бағышталып жатыр. Міне ол кісілер ортамызда болғанда бұл ерекше болар еді. Ол дүниеден өтіп кеткен ұлдарымыз да, қыздарымыз да өте керемет еді, өздеріне сай орны бар еді. Міне тамада жігіт, өз атынан саған үлкен рахмет айтпақшымын. Міне біз келгелі көңілімізді көтеріп, өзіңнің пікіріңді қосып, өзің ойыңды қосып, осы отырыстың жақсы өтуіне өзіңнің пікіріңді көптеп білдіріп жатсың. Рахмет. Өзіміздің жасымызға сай болса да, сай болмаса да, жүрек жас болғаннан кейін, көңіл жас болғаннан кейін, әрбір музыкаға көңіліміз көтеру үшін біледі. Қалбай қафа болма, жаңағы тоқтатшы дегеніме, әзіл оның барлығы. Қыздар, жігіттер, жаңа бір қыз айтып отыр ғой, 60 жылдықта да бас қосайық деп. Ол да болар. Осы отырған, осы жерде отырған төрт көзіміз түгел болып қатысайық. Міне, артақ бертарт деген жаңағы басқа ойдан, басқа пікірден аулақ болу керек. Бір адам жасы барғаннан кейін, жасы ұлғайғаннан кейін, бір сәт қуаныштың өзі бір айға азық екен. Сол осы отырысымыздан бір үлкен азық алайық, үлкен көңіл алайық, мотивация деп білеміз. Міне Бейсен Орманов, Таңыр Бергенов деп жатыр. Бұл сыныпта енді Орманов еді, кажется, фамилиясы. Дальше отчествосын білмейміз. Елена, тебе спасибо большое, что привез нашу однокласснику. Спасибо большое за песню твою, за это приветствие. Добро пожаловать еще раз тебе. Бейсен, класстастарыңды көріп қуанып қалған шығарсың деп ойлаймын. Бұны өзіңнің балаларыңа, жаңа немерелерің бар деп атсын. Оның барлығы тарих. Осы Құда қаласа камераға түсіп жатырмыз ғой, бір ссылка болып сыныптастарға тарқатылады. Оны көрсетіп, бір қуанатын шығарсың. Құда қаласа осындай жақсы күндеріміз жоғалмасын. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, міне бекер айтылмаған осы жерде бірнеше ұстаздар отыр. Өзінің ұстаздығын білдір жатыр. Енді мен басқа мамандыққа тигізгім келмейді. Бәрібір өзіміздің таңдаған мамандығымызға ризамын демекшімін. Соның бірі міне Зубайра өзінің басында осы ұйымдастыру 50 жылдық басталатын кезде Зубайра жинайды, Зубайра етеді, Зубайра етеді деген кезде бір атқа жасамай, соның барлығын ақшаны жинады, ұйымдастырды. Осы кафені таңдағанда, Жанәділ, мен үшеуміз таңдағанда жаңағы ой керемет екен деп басқа чатқа тастап, осындай жерге бардық, осындай жерді таңдадық деп қуанышымызды жеткізіп жаттық. Міне, осындай жақсы сәттеріміз жоғалмасын. Тамада балам көп сөйлеп қойды деп ренжіме. Мен қосылам десеңіз, приз бар жақтан. Жақсы, рахмет. Ал енді тілектеріңіз, қабыл мұратарыңыз асыл болсын. Бастарыңызға бақ, жолдарыңыз ақ. Ал енді сағынышпен келіп атқан Астана Алматыдағы достар құрметіне бір қол соғып қояйықшы. Рахмет. Естеу керек мұндайда. Билеу керек мұндайда. Рахмет баршаңызға. Енді мына екінші асыңызды әзірленіп отыр екен. Соған дейін бір әдемі ортаға достар би деген бір би алаңына шақырайық. Келіңіздер. Aman yarım, mən bir gülmən gül yarım, ah yarım, aman yarım, mən bir gülmən gül yarım, ah yarım, aman yarım, sən bir gülsən gül yarım, ah yarım, aman yarım,
жалғайықшы жақсы тілек жарқын сол жалғасады деп енді дастархан бойында отырған сіздердің бәрінің тілегін тыңдаймыз. Өйткені мына жүректен шыққан жүрекке жетсе дейтін. Ал енді балалық бал дәурен бірге өткізген, талшыбықты тайғыр мінген, ал енді сағынышты тағы да бір ақ тілегі. Ол жерде бәріңіздің де құрметті орындарыңыз ғой. Біз енді мынау құс көрген шоқиды, асаба берген оқиды дейді. Біз енді ағыларымызбен жаңа Зүбайра ханыммен осылай бір ақылдасты сөз кезегін тізім бойынша жалған жөн көрдік. Ешкімде енді бір өкпе наз істеген болмаса керек. Енді астағам желді батқан кезде бағана қалекті сөзді осылай кезде беру керек дегіз. Әлеге, адам мұртыбарды сыйлаңдар, мұртыбарда иман бар деген дұрыс сөз болды. Саны Алматыға бағына жарылып атқан
Қалекемге әр сөздің бәрі бір әдемі құранды сөз сияқты болды нағыз достардың ортасындағы. Қалеке, рахмет. Бағана мынау әдемі биліге наменсіз алған сіздің келіншегіңіз екен ғой. Мен қарап отырдым да, жігіттер көңілдеріңіз келмесін енді. Өзі әдемі, әлі қылыштай жігіт болып тұрған келіншегі әдем болған екен, жігітті сондай болады екен деді. Иә, түбәйіп қояқ, көз тимесін. Ал енді қызыл галстук дейсіз бе? Сепаға енді сәкеңмен біз Целикте бірге жұмыс жасағанбыз. Бейсен аға, мен бағана айттым ғой, Майлыбай көкем енді нағыз жігіттік серіс етті. Домбыра берсең домбыра тартады, микрофон берсең асау болады. Өзі құлағатты ұстаз, әмбебап, 8 қырлы бір сырлы. Сол секілді мен де Гагаринде мәдениет бөлімінде жұмыс жасағанды. Сол кезде сәкең біраз жыл бізде киномеханик болған. Біздің жаңағы тойымыз бір, отырысымыз бір, ағамен жасы үлкен болғанмен деген құрдастай болып кеткенбіз. Мен Сепағама бір қатышымы шапалақ ұрып қояшы. Бір құрмет болсын. Сәке, келіңіздерді. Орта көтеріңіз. Енді осы мына астанам желдіп атқан кезде нағызда тыңдалатын құлақтар шығар. Бір жақсы тілекті осылайда жалғай отырайық. Ал енді ортамызда арнайлар құрметпенен Шайбергенов Нұршанхан мырза жұбайымен бірге бұл жерге бір орнын көтерілсеңіз, ақ құманы қолында, бір Алланың жолында. Дұрыс айтып отырмын ба? Қажылыққа барып келді деп естіп жатырмыз. Солай ма? Болды ғой енді қажылыққа барып келгеннен кейін. Құдай қосқанда біз ажыртпайық. Қосаңыздың қасына барып тұрыңыз, Ахметке барып тұра беріңіз. Қосаңыздың қасына. Ал енді осылардың ішінде бағана келген кезде бәріңізді мына жүздеріңізді көріп бір қуанып қышындыр мына сіздер қалай толқып атқандарыңызды қайдам, бірақ мен де мына сіздер сияқты бір толқыдым. Енді бұл жерге бірінші келу себеп мен ғой Жанаділ нағашым, одан кейін Ұрқия ұстазым. Ал енді осы мерекелік кешке бір шақырсақ қона жаңағы асабы да табылады, әнші де табылады. Бірақтан айтар жаңағы өзіндегінде өзегі жұлып беретін бөріктің намысы бір деген мына ауылдас бірге көз көрісіп жүрген бәрін танисыз ғой, осы жерге келген дұрыс болады деп жәкем айтқан екен. Бір ауыз шыққан жоқпыз. Өйткені осындай асыл азаматтардың қасында бізде жарасып жанында отырғанымызға қуанамыз. Одан кейін жаңа Әбдірахман апай келіспеді. Ой, айналайын асаба, сен ба деді, бір жаңағы құшақта бетте сүйген кезде бізде жүрегім жарылып кетейін деді. Сізге қандай қамқорлық болса, апайдың бізге де сондай қамқорлығы бар екен. Ал енді мен апамның, біздің мамамның дейді енді сіңлісі, енді Жүзімгүл әрі маған құдағи, әрі құдаша, әрі нағашым Жүзімгүл ханым. Бір орынға көтеріңіз. Жан-жақтарымыз ғой, келіңіз, тілекке шақырып жатырмыз. Өсербой мырза. Есімқұл дедім ғой. Есімқұл Өсербой мырза. Өзімнің басында тақия, ортадағы мафия деген бір әзіл сөздер бар. Сол секілді өзі жан-жағына ұқсайды. Тақияның формасын сәл өзгертсем, Абай атамның өзі емес па? Келбетіне қарасаң. Рахмет. Абай атамыз айтқан ғой, әсерпаз болма, әрінеге өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш, дүниеге кетігін тапты бар қалан дейді. Бірге бәріңізді осы кетігін тауып, қаланып жүрген мынау өмірдегі орындарыңыз бір бөлек. Бүгін енді достарының ортасында құрмет бір бөлек. Ал енді осындағы қазақтың бір әдемі бір сөзі бар еді. Қайнағамен асық ойнағам деген бір әзіл сөздер бар да. Сол секілді бекеңмен қайнағам болады енді. Мен қайнағам орнынан тұрған кезде бір әдемі бір шапалақ ұрыңыздар. Аллахан алерге шығып кеткенше. Алдағы бегіміз да. Ал болмаса келіңіз. Мына ортада кімнен бастайын десем, әрине енді қыз деген тілеулес қой. Ортадағы арпашымен бір билей деп сізден бастайын деп жатыр едік та? Солай болсын ба? Анық жігіттер болатын болса, қол бастайтын, жол бастайтын, сөз бастайтын ер азаматтар. Ал енді Алла сүйген құлына береді дейді ғой. Ақ құманы қолында, бір Алланың жолында, жақсылардан баталған, жамандықтан шаталған, Меккеменен Мәдинаға барып беріп, қажы атанған қажекіне бастайық. Dostlar.
Недейміз енді. Bir мектепте оқыдық, bir жерден тақып кетіп қой. Жан-жақты өмірдің несімен кеттік саласымен. Мына 50 жыл болып бітіргенімізге ойлап қарасақ, бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Бұл 50 жылда ел жаңа дейді, 100 жылда қазан деп жатады. Енді 50 жылдан кейін 60 жылдық Құда қаласа осы тобымызбен аман-есен осы неге жете берейік 60 жылдыққа. Барлықтарына денсаулық тілеймін. Той ұлаңдар, ойнап жүргендер. Абдрахман апай, сізге көп рахмет. Бізге келгеніңізге. Қарап тұрсақ, кеше көргендегідей болып тұрсыз. Сіз рахмет. Жасап, өміртеген өтіп баратымын апай. Біз 70-ге кеп қаппыз алды. Сіздің аяғыңызды, өкшеңізді басып келатынымызды ойлап қарасақ. Аман-есен жүре берейік. Бесен жорамыз көрмеге келдім, мектеп бітіргеннен кейін көріп отқанымды осы мен ойлап тұрсам. Почти 50 жыл көрмегенімізді. Бұл да бір Құдайдың несі ғой, адамды таумен тау кездеспейді, адамның адам кездеседі дейді, кездестіріп жатыр. Сол 60-тарда кездесіп жатыр дейді. Дүниеден өткен кластастар бар, ел жатқан жерлер жайлы болсын. Бәрі бір аунап жатқан шығар, біз оларды ойлап жатырмыз. Біз ес салып ойдап ойлаған шығар олардан. Өмір деген қызық үсті дөңгелеп өтіп кете береді. Не деймін, барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Ойлаған армандарыңа жете беріңдер. Әрдайым ойнап күліп. Адам көп күлсе, көп өмір сүреді дейді, күліп ойнап жүре берейік. Аман болыңдар. Ассалаумағалейкум, кластастар. Мына бір 50 жыл болды. Сен көріп тұрсың ғой, мына қайда өлейді. Қазір ұры болмай, бұры болмай дейді, құлшағыштарды жалияға батыр ғой. Оразгелдер болғандан басқаша болар ма? Мына отырысымыз өте жақсы өтіп жатыр, кластастар. Мына бәрі айтып жатыр ғой, жақсы тілектерге қосылып отырып, 60 жылдық деп жатыр, Құда қаласа. Төрт басымыз түгел бәріміз осы 60 жылдыққа жете берейік. Анау өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көріңіздер. Келін алып, қыз атыңыздар. Әрқашан жақсылықта тойларда кездесе берейік. Тыныштық қол, аманшылық қол, жақсылық қола берсін. Абдрахман апай, мына келгеніңізге рахмет. Міне сізді көріп бір қуанып қалдық. 60 жылдықта да келіп беріңіздер. Бұл апай мені неде 17-де бірге оқытқан мені. Жақсы, әрдайым жақсылықта сіз біздер кездесе берейік. Отбасыларыңызға амандық болсын, тыныштық болсын, жақсылық болсын. Тек қана жақсылықта тойларда кездесе берейік. Классастар, жігіттер, мына Есілдайдан бері шулап, осы армандап, қалай болар екен, мына ұйымдасып жүрген бастығы Жәнәділ, Зүбайра, қыздар, балдардың бәрі сіздерге рахмет. Мен арасында бізде жүріп қойдық. Сәл басты көрсетіп. Сол арман, сол ой ендегі дастарханда жайылған бүгінгі 30-шы маңа тура келген екен. Бұйырған. Елеймін сіздерге, бәріңізге денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Осы жерде отырған қыздар, жігіттер. Келмегендерге де денсаулық тілейміз. Арамызда келмей қалдыңыз. Бір себептермен де оларға да рахмет. Апайыма, апай сізге рахмет. Бізді неғып шақырған қонақ болып келіп, осы жерде класс-жетекшіміз отырғаныңызға сізге денсаулық, амандық тілеймін. Құда қаласа мен жігіттер айтқан 60 жылдық, 60 жылдық, 55 жылдық болып бере бер. Соған бәріміз аман-есен, төрт көзіміз түгел жетейік. Сол үшін Ассалаумағалейкум, балдар, қыздар. Құда қаласа мынау 50 жылдық болады дегеннен болады қызық қойғаны. Еше айдан бері жәндегі ойбай үйтіп бардыңыз, олайбай үйтіп бардыңыз. Атсалысып жүргендерге рахмет.
отбасыларыңызға амандық, байлық тілеймін, денсаулық тілеймін. Мынау апай, рахмет. Жасыңызға жас болсын, шөбере құда қаласа, шөбере. Сіздің жасыңызды бізге берсін құда қаласа. Аман болыңыздар, тойды кездесейік құда қаласа. Не дейміз достастар? Өстіп кездесіп, 50 жылдығымыз құтты бола берсін. Барлығымыздың семьямыз аман болсын. Деніміз сау болсын. Көке тойда кездесек, бастарымызға бақ берсін, астарымызға тақ берсін, қораларымыз малға толсын, үйлеріміз жанға толсын, жегендеріміз қазғарда жал-жая боп, мінгендеріміз шетелдің машиналы болып, немере шөбере сүйіп жүре беруімізді Аллам нәсіп етсін. Деніміз сау болсын, өке осындай тойда кездесіп, сіз бізде жүре беруімізді Алла нәсіп етсін. Барлығымызды жақсы көремін. Құрметті ағайын, құрметті көпшілік, 50 жыл сіздер кездесіп отырсыздар. Бұл күн өте қуанышты деп ойлаймын өз басым. Сіздің арқаларыңыз апай осындай жетістікке жетіп жатқан осы әз семьяда өзі сондай өзімнің жаңа көпке түскенім, ата әже, одан әкемдей болды, атам, апам дегенде сондай көпшілік қауымға түсіп өзім медик болсам да жаңа сол кісілердің есінде жаңа жүріп осындай қызықшылыққа жетіп шүкір бар осы үлкен кісілердің арқасы деп ойлаймын, сондай қуанышқа жетіп жатқанымыз үлгі шүбілі болып әз семьяда сондай деп ойлаймын өзім. Сондай бола берсін құда қаласа. Енді құда қаласа тағы Құдай біледі, 5 жылда, 10 жылда өстіп осындай кездесуге сіздерді Құдай Алла нәсіп етсін. Аумин, аспанын десін. Апайға рахмет, ұстаз болған. Осы тойды басқарған Жанәділ, Зубайра, Аннар, Атыркүл, тағы басқаларға көп рахмет. Сыныптан басқандар жұмысты болады деген рас екен, Құдай берген Көкембай батаны жібереді. Бұл кісі енді жағын әйел затының ең батасын айтты ғой, қандай бір керемет жүректен шыққан жүрекке жететіндей. Рахмет баршаңызға. Енді отырған орындары жоғалмасын. Өз жағына қазақ әр жастың бір құрмет жерін айтқан, бағана осы Ұрқия апай тілек айтқан кезде айтып еді. Енді адам жастық шағы болады, балалық шағы болады, одан кейін жігіттік бой жеткен болады деп. Сол секілді мына сіздер енді 50-де елтікпей, 60-тан асып, 70-ге жеткізбей, 80-ден секіріп, 90-ға тоқтамай, 100-ге жеткіздер деген бір жақсы леп қосыңыз келеді. Ал енді бұл 60 деген, 60 дегенде енді 60-ты алқымдатып, 70-ге қартай бір қадам бастыңыздар ғой енді. Осы қадамдары сода қаласа мінеге жақсылығымен тілеп айтыстар. Бізге енді апайдың жолын берсін, жасын берсін деп. Апайға шындап тұпай-тұпай көз түймесін дейін. Ол жерде біраз келіншектерін әдем болып отыр да сол жерде сүйісіп жатыр. Абдрахман апай. Апай деп қойшы бір мәрте. Солай дейміз. Солай дейміз. Жұрттың мұндай қыздар үйінде отыр деген мақалдай бұл жерде етесіз айтмаса. Рахмет. Ал енді дастархан бойында мына тәтті тағам келмеді енді осы суып қалмасын. Дәмден алыңыздар. Ана қоймады ғой, мен бір-екі тілектен айтам, түгелмен әле жоқтық көрмегенде есіме шығып келеді ғой. Кәрдіктің алды дей ма не дейді. Білгенімше айтайын. Жанымнан жыртып алшы белегін, дертіңе дауа тапшы демедің. Өтірік күліп өмір сүргенде, өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұла қайнаған. Күйбеңім қанша жылатса да, сүйгенім бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлытым қайда, оның да ертең күні тумай ма? Естісіз сүйген есер шағымды, ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда? Бір-екі шумақта осындай сөз айтқанда. Кездессең ұрлана қараймын, асаудай тулайды жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек.
еш. Ләззәтім тағдырдың өзіңшіл, Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Сен артық көремін басқадан, сүйем деп айтуға жасқанам, жеткізе алар ма жүректі, жан сырым жасырым жасқалам. Рахмет. Көңілді әдемі өздеріңіз бар екен. Енді көмейде шыққан, көкпенде шашы болған. Ал енді осының ішіндегі ермен еткен дауыс дегенде еткен дауыс. Ташкент совхоздан Шымкентке жеткен дауыс деп енді әзірге бір ән тыңдайық. Біздің ауыл сұрасаң бел тұрғандай ай, қайың ашмай сары жел тұрғандай ай. Басқа ауылдың сұлуын не қыласың ай, талшыбықтай балып мен тұрғандай ай. Күміс құман ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, бекжаттарым ай, ауылыңа қонақ боп бекжаттарым ай. Көрдірәсіз яри, sevmegen yarı sevdirəsiz. Bağma şəbləgimni qoldurəsiz yari, sevmegen yarını sevdirəsiz. Sevgilim koyulurdun yumuşak camğara, salkım tartıp karanı menden uzadı. Kelip balışqa kepimin jaştığım, tunçuk turguz appaqay menin jaştığım. Jıl ketken jıldızың özümünдөй, sen qayda ketkensin жан сүйгенім. Ömürde толықшыл сөйлеу жазы, ай, sen қачан келесің асыл кечим, sen қачан келесің асыл кечим. Малый друг, почему вальсом поставьте пластинку, все расскажите ему. Легким изящным поклоном с вами простится печаль. Вальс — это танец влюбленных, вальс — это все-таки вальс. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вальс — это все-таки вальс. Қазақтың жаңа қар үйінде отырып оны өлеңмен айтса дегенді, метер деймін, ендеше метер деймін, қырға шығып қолымды көтер деймін десе, екінші қар бола дегенді, қырға шығып қолымды көтермесең, ойнап та күлгендерім бекер деймін деп, өлеңмен айтса деген, қар өлеңмен. Сол жаңағы бір өмірде өлең айтып көрмеген біреуге төмендеп отырған, айтыс болып жатқан, сөйтсе жаңа бір шумақ біреуге ұнап қалатын жері болады ғой да, біреу айтып жатыр дейді. Борық тұрған ендеше борық тұрған, борықты балық келіп сорып тұрған деген жұмақ жаттап алған да. Сонымен ән кезде келген кезде анау ал баста деген кезде сергет аға сергеткен кезде секем алған есін шығып қалған. Сөйтіп бастап жатыр дейді, борық деймін ендеше борық деймін деп ажам ұмытып қалған да. Борықты балық келіп жеп тұр деп.